yetek açamsın. Canım kızım ben sana yetek okuyayım değil mi? Sen tındaysın mı? Болды kızım. Alayım kızım. Hemen hazır bir baylık sen akıl degen yetek bir şaldım 4 balası boptu. Bir gün oldarını жыйнап алып, балдарым мен картайдым, сендер ер жеттиңдер. Кімнің ақылы байлығы сай болса мен мұрагерімді соған берем депті. Кәне ақылдарыңды көрсетші депті. Үлкен ұлы ақыл тастарын, жүзіктерін бәрін қолына тағып алып кеп көрсетті. Міне байлығым деп. Кім бай болса сол ақылды депті. Екінші ұлы киімдерін киіп келіп, міне мені осы қалпымда көргендер мені бай деп айтады депті. Үшінші ұлы күміс пен тастарын әшекейлерін беліне буынып, мұндай белдікті ешкім ешқашан буынып көрген жоқ. Мені бәрі бай деп айтады депті. Сонда шал кішкентай баласына қарап, сен неге үндемейсің депті. Неғып байлығыңмен мақтанбайсың депті. Сонда кенже баласы, менде асыл тас та, жүзік те, сәнді киім де, қымбат тастар да, әшекейленген белдік те жоқ. Тек еңбек сүйгіш екі қолым, қайрат жігерге толы жүрегім бар деп. Шал кенже ұлының жауабын ұнатып, риза болыпты. Оны өзінің мұрагері етіп қалдырыпты. Ал үлкен балалары інісінің айтқанына шықпауды өсиет етіпті. Білдің бе? Білді? Ондай ақылды болған. Әже, осыны ойнап кейін. Маған бір не айтып берші. Содан кейін айтып. Бара ғой. Ақылма жаным. Ойын, кән. Әже, тайым, еркелеп қалайын. Сен осыны ортада бақыт деп санайын. Ой, жаным, балапаным жаным. Тағы да бар ма достарың туралы, кән? Достық керек адамға, білік керек arkadaş. Досы қатысы оңы, дос қатысы маңлайын. Ой, жарығым. Бара ғой, өне ғой алтыным.